құрметті балалар, біздің бүгінгі сабағымыз дүниетану. Біз бүгінгі сабақта не білмекпіз балалар? Гигиена жайлы үйренеміз. Және жеке бас гигиенасын қалай сақтаудың жолдарын үйренеміз. Олай болса, біздің бүгінгі тақырыбымыз қалай аталмақ деп ойлайсыңдар? Суретке назар аударайық. Суретте таза бала және кір бала. Солай ғой, балалар? Таза бала ол ұқыпты, әдепті, тәртіпті оқушы. Ал кір баламыз сәл әдепсіздік танытады екен. Олай болса, біздің бүгінгі тақырыбымыз менің денсаулығым, жеке басымның гигиенасы. Олай болса, гигиена сөзінің мағынасын бірге білейік, барлығымыз бірге талқылайық. Гигиена грек тілінен аударғанда денсаулық әкелуші дегенді білдіреді екен. Яғни, өз денсаулығыңды күту және таза жүру деген мағынада айтылған. Келесі кезекте балақандар, барлығымыз бірге мультфильм тамашаласақ, қалай қарайсыңдар? Бұл мультфильмдегі кейіпкерден заттары неліктен қашты деп ойлайсыңдар? Әрине, бұл бала тазалықты сүймеді, ұнатпады тазалықты, ұқыпсыздау болды. Сондықтан оның заттары баладан қашып кетті. Ал енді бұл баланы қалай атаймыз біз? Салақ бала, кірғожалақ бала деп атаймыз әрине. Бұл балаға ұқсамау үшін біз не істеуіміз керек әрқайсымыз? Қолымызды жиі жуымыз керек, тазалықты сақтауымыз керек, шашымызды жиі тарап, киімімізді таза ұстауымыз керек екен. Келесі кезекте экранға назар аударайық. Олай болса, дене тазалығы туралы әңгіме қозғайық. Тіс пастасы. Тіс щеткасы. Айна. Тарақ. Сусабын. Иіс сабын. Орамал. Жөпке. Міне балалар, әрқайсымыздың жеке басымызға қажетті құралдар осылар болмақ екен. Біз барлығымыз жеке басымызға қажетті құралдарды білдік деп ойлаймын. Келесі кезекте жұмбақ шешіп, ойымызды сергітіп алсақ. Ал балалар, алғашқы жұмбақты тыңдай қойыңдар. Ертемен күндесен, қолыңа сүйкесең. Кетер кір ласың, тап-таза боласың. Жақсылап өздерің оқып алыңдар. Кәне, кім қалай ойлайды? Әрине, бұл суретте көрсетілген сабын екен. Келесі жұмбақ. Шомылған баланы аймалап алады. Сүртеді қолыңды, сүртеді денеңді. Ол не екен балалар? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, бұл әрқайсымызда жеке болатын құрал, ол сүлгі. Келесі жұмбақты тыңдай қойық. Қолы жоқ, сөзі жоқ, бірақ та түсі бар екен. Басыңмен ісі бар екен. Бұл әрқайсымыздың жеке құралымыз. Ол не деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар, бұл тарақ екен. Және соңғы жұмбағымызды тыңдай қойайық. Қарап тұрсаң өзіңе, сурет түсер көзіне. Ол суретің ұқсайды, тура сенің өзіңе. Ол не балалар? Қалай ойлайсыңдар? Әрине, айна екен бұл. Баршамыздың үйімізде айна бар, солай ма? Айнаға қарап біз бойымызды түзейді екенбіз. Ал балалар, біз өз ағзамызды аурудан қалай қорғайтыны жайлы білеміз бе? Олай болса, бірге үйренейік. Ауру қайдан тарайды деп ойлайсыңдар? Балалар, ауру жуылмаған жеміс жесек, қайнамаған су ішетін болсақ, жуылмаған қолымызбенен тамақтанатын болсақ, және шыбын шіркеймен жәндіктер қонған жерде жұмыс жасап, сол жерде тамақтанатын болсақ, бізге түрлі аурулар жұғуы мүмкін екен.
Ал балалар, қазір аздап көзімізге жаттығу жасап алайық, ойымызды сергітіп алайық. Дайынбыз ба балалар? Бірінші, көзімізді бірнеше секундқа қатты жұмамыз. Екінші, тез-тез 1 минут бойы көзімізді ашып жұмамыз. Үшінші, жоғары, төмен, оңға, солға 2 реттен қараймыз. Жоғары, төмен, оңға, солға. Жоғары, төмен, оңға, солға. Көзімізді сағат тіліне және сағат тіліне қарсы айналдырамыз. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бойынша мына ережелерді есте сақтаңдар. Арнайы тазартылған немесе қайнаған су ішіңдер. Бөлмелеріңді жиі желдетіп отырыңдар. Жуылған көкөністер мен жемістерді тұтыну қажет. Үйіңді жәндіктерден тағы да басқа қажетті емес заттардан қорғап отыр. Және жеке басыңның гигиенасын үнемі сақта. Балалар, біз бүгін не үйрендік, не білдік? Кәне, бәріміз бірге ойланайық. Әрине, гигиена дегеннің не екенін білдік. Гигиена сөзіне анықтама бердік. Және әр қайсымыз жеке басымыздың гигиенасын сақтаудың маңыздылығын үйреніп білдік. Сабағымызды қорытындылай келе, төмендегі мына өлеңді барлығымыз бірге қайталап айтайық. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі ақ көбікке малып. Қиын емес бұл да, тазалық бар мұнда. Таңда, түсте, кеште қол жуудан тынба. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымызда айтылған өлең жолдарындағыдай үнемі тазалықты сақтап, қол жуып жүріңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.